Әрине бүгінгі күнгі ұстаздардың осы эфирді пайдаланып барлық ұстаздарға рахметімді айтқым келеді. Мектепте ұстаз болу оңай емес. Және мен ылғи өзімнің ұжымыма айтып отырам, қарапайым ұстазбын деп келеді ғой ұстаздар. Мен айтамын, мен осы сөз тіркесімен сізбен келіспеймін деймін. Қазіргі заманның мұғалімі қарапайым емес. Сіз халықпен жұмыс жасап жатсыз, қоғаммен жұмыс жасап жатсыз, сіз ағартушысыз. Сіз ата-анамен жұмыс жасап жатсыз. Сіз барлық органдармен. Иә, сіз жан-жақты ақпаратта тұрсыз. Сіз жан-жақты техниканы меңгерген мамансыз, сондықтан сіз қарапайым емессіз. Сіз өзіңізді ондай теңемеңіз деп айтамын да ұстаздарға. Себебі best of the best дейді ғой. қазір ұстаздар жан-жақты дамыған, рахмет айтқым келеді мен. Жастарына қарамай, жас ерекшеліктеріне қарамай, талпынып, рас қой, қандай реформа келеді, бәрін үйреніп жатыр мұғалімдер, қабылдап жатыр. Электронды күнделіктен бастап, барлығын жұмыс жасап жатыр. Сондықтан мен қазір қарапайым мұғалім деген сөз тіркесіне мүлдем келіспеймін. Қазір біздің мұғалімдер жан-жақты